қабырға аралық невралгияның емі. Сізді кеуде тұсыңыз немесе арқа аймақтары шаншып, ұзақ уақыттан бері мазалап жүрсе, ауырсыну кетпей жүрсе, сіз не істейсіз? Ең бірінші диагностика жасау керек. Бірінші ЭКГ-ға түсірді сізді, мысалы, скорыймен келіп болсын, электрокардиограммаға. Нәтижесінде бәрі жақсы. Ал сіздің келесі қадамыңыз міндетті түрде өкпені рентгенге түсіру. Және рентген грудной клетки. Екіншісі, әрине, УЗИ плевральной полости. Осыларда міндетті түрде өтуіңіз керек. Сіз мысалы невралгия деп, ұзақ уақыт шаншы деп жүргенде, эхинокок немесе басқа да абсцесс болып, өкпеден проблема болуы да мүмкін. Міндетті түрде өтіңіз. Осы диагностика жасаған кезде барлығы жақсы болып шықса, ол міндетті түрде қабырға аралық невралгия екені белгілі. Ал енді қабырға аралық невралгия болған кезде, международный невралгия болған кезде қандай маманға қараламыз? Ең бірінші, маман врач невропатологқа тексерілеміз. Невропатолог ем тағайындайды, сізді қарап тексереді. Біріншіден, жалпы қабырға аралық невралгияның емі қалай жүргізіледі? Ол ең бірінші қарапайым бастайық. Жалпы 14 күн аралығында покой, және сонымен қатар ауыр және физикалық күш түсіруден алшақ болу, және сонымен қатар суықтан алшақ болу. Ол де айтып отқан себебіміз сквозняк, әсіресе жылы жерден суық жерге шығып кету, қайтадан суық ұстайтын болса, ол емдеу процесінде де біраз қиыншылықтар тудырады. Ал енді үшіншісі, көп адамдардың жіберетін қателіктердің бірі, невралгия болып жатқан аймақты, кеуде тұсын орап, таңып, байлап қоймаймыз. Ол мүлде дұрыс емес. Ал келесі қадамдарға келетін болсақ, дыхательный гимнастика. Ол өкпенің жалпы жұмысын жақсарту үшін де үлкен пайдасы зор. Кеуде қуысына. Ал енді сонымен қатар невропатолог мамандардың жалпы емдеуінде тактикасында бір шама өзгерістер болады. Мысалы, көбінесе қолданылатындар обезболивающий, ауырсын басатын дәрілер, сонымен қатар противовоспалительный, қабынуға қарсы препараттар, диклофенак өздеріңізге белгілі. Және сонымен қатар В тобындағы витаминдерді қолданады. Осыны емдеу несінде тактикасы бойынша жалпы. Және сонымен қатар ЛФК, лечебный физкультура. Және келесі массажда қолданып жатады кәдімгідей осы емдеу барысында. Жалпы айтылатын нәрсе, сізде осы белгілер шыққан кезде бірден ауырсынуды басатын дәрілерді ішкен, әрине ол уақытша бір шама уақытқа дейін көмектеседі. Және сонымен қатар проблема омыртқадан да болуы мүмкін, сколиоз болуы мүмкін. Және невропатологқа тексерілген кезде соны толықтай алады. Бірінші себебін жойғаннан кейін барып, ол ем қолданғанда емнен нәтиже болып жатады жақсы. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазыңыздар.